Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум. Тәсбих қолдануға бола ма? Тәсбих қолдануды кейбір адасқан топтағылар бидғат дейді. Неге десең, пайғамбарымыз қолданбаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бізге намаздан кейін 33 рет субханалла, 33 рет алхамдулилля, 33 рет аллаху акбар деп зікір айтыңыздар, тәсбих тартыңыздар дегені бар ғой, бар. Енді 99, оны қалай істейміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оң қолымен тәсбих тартты, зікір жасады деген бар. Бірақ пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи уассалам саусақтарыменен немесе буындарыменен тәсбих тарт деген жоқ. Ондай болатын болса, саусақтарыменен немесе буындарыменен тәсбих тартып жүрген бауырларымыздікі да бидғат деп айтуға негіз бар да, былайша айтқан кезде. Ал енді ол тәсбих деген нәрсе, ол бір құрал, ол бір дінде бір негізді нәрсе, бір қасиетті нәрсе деп ешкім айтып жатқан жоқ. Енді пайғамбарымыз 33 рет тарт деді, мен 33 рет санауымыз керек. Кейінде сахабалар мешітке тас кіргізді, таспен санаған, жаңағы ноқатпен санаған деген сияқты. Енді қазір дамыған заман, қазір электронды тәсбихтер де шығып жатыр. Онда тұрған ештеңе жоқ, бұны бидғат деп, бұл дінге қарсы нәрсе деп, бұны тәсбихті ұстағанда тозаққа барады деп, жаңағы бидғаттың өзін дұрыстап түсіндірмей, бидғаттың не екенін білмейтін адамдар осы жамағаттың арасында фитна шығарып жатыр. Бұндайға алдануға болмайды, бұндай бауырларымызға дұрыстап түсіндіруіміз керек. Тәсбих деген нәрсе ол дінде ешқандай бидғат емес, ол бір құрал, ол біздің зікір етуімізге көмек құралы ғой, былайша айтқан кезде. Қателессек Құдай кешірсін, білмесеңіздер білгендерден сұраңыздар. Алла тура жол нәсіп етсін, барлығымызға аманшылық болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.